Қазіргі мұғалім оқушы үнін тыңдап жүрме? Осы тақырыптағы эссені талдаймыз. Эссе жазу өнері курсы, яғни сіздер білесіздер, Тето Академи, педагогты кәсіби қолдау академиясының эссе жазу өнері курсы бар. Осы курста оқыған мұғалімдердің бірі, қазіргі мұғалім оқушы үнін тыңдап жүрме деген курста жазып жаттыққан эссені оқушыларына барып, жұмыс жасап, оқушыларға беріп көрген. Сол эссені маған жіберіп, мінекей менің оқушыларым осындай жұмыс жасады, осы эссені көріп беріңізші деп ұсыныс айтып еді. Қазір 9-шы сынып оқушысының қазіргі мұғалім оқушы үнін тыңдап жүрме деген тақырыпта жазған эссесін талдаймыз. Эссе жазу жолдары. Кіріспе бөлім дейді. Яғни эссе жазу өнері курсының бірінші, екінші сағаттарында, яғни бірінші, екінші күндерінде эссе құрылымын меңгертумен жұмыс жүргізіледі. Тура сол сияқты мұғалімде эссе құрылымын меңгертумен жұмыс жүргізген. Мінекей сол жұмысын жіберіп отыр. Кері байланыс алу үшін жіберіп отыр. Кіріспе бөлім. Эссе тақырыбын түсінген туралы сөйлеп, тақырыптың өзектілігі туралы жазу. Тезис. Тезистің екі түрі болады: позиция және негізгі идея. Төртінші, кіріспе бөлімде негізгі бөлімге өтуші сөйлем қажет болғанда деп тұр. Яғни қай кезде қажет болады, ол туралы енді бұл жерде көбірек айта алмаймын. Эссе жазу өнері курсына қатысыңыздар, сол жерде, сол кезде бұны жақсылап түсінетін боласыздар. Енді эссенің өзіне келейік. Оқушы үні, оқушының өз пікірін, ойын, ұнаған, ұнамаған жағдайларын еркін білдіру. Яғни оқушы үні деген не? Оқушы үні арқылы мұғалім оқушының жағдайы жақсырақ түсініп, оны естіп, әрі қарай оқушына жақсы жұмыс істей алады. Оқушымен жақсы жұмыс істей алады. Қазіргі таңда әр мұғалім әртүрлі. Біреуі оқушының үнін естіп, жұмыс жасаса, басқасы тыңдамай, мән бермеуі мүмкін. Сонда көптеген мұғалімдер оқушы үнін естиді ме? Иә, қазіргі кезде көптеген оқушы үнін естіп, тыңдап, оқушыға кеңес беріп, көмектесіп, дұрыс нәтижеге қол жеткізуге көмектесіп жүр. Енді мына жерде мұғалім оқушыға кері байланыс беріп тұр. Эссе тақырыбын түсінген туралы жазу дейді. Яғни эссе тақырыбын түсінген туралы жазу деген не? Ол кіріспе бөлімінің бөлігі. Эссе тақырыбына не туралы деген сұрақ қою. Бұл туралы эссе жазу өнер курсында айтылады, сол жерде үйретілген тақырыптар ғой, эссенің құрылымы ғой. Осы сұраққа жауап беру керек. Оқушы үні туралы жазасыз дейді. Яғни эссенің қазіргі мұғалім оқушы үнін тыңдап жүрме деген тақырыпта эссе не туралы? Оқушы үні туралы. Тақырыптың мәселесі туралы. Яғни кіріспе бөлімде тақырыптың мәселесімен таныстырады. Мәселе дейді, қазіргі мұғалім оқушы үнін тыңдауы. Бұл туралы да эссе жазу өнер курсында айтқанбыз, талдағанбыз. Тезис эссенің кілті. Иә, тезис эссенің кілті. Тезис эссе болмайды. Тезисте эссенің сұрағы немесе тақырыбына жауап беру керек. Мұғалім эссе жазу өнер курсында қалай үйренді, тура солай оқушыларына барып беріп тұр. Қазіргі мұғалім оқушы үнін тыңдап жүрме? Иә, тыңдап жүр, немесе жоқ. Яғни бұл аргументтік эссе ғой. Қазіргі мұғалім оқушы үнін тыңдап жүрме? Аргументтік эссе. Аргументтік эсседе эссенің тезисінде позиция болады. Позицияда сен не иә, не жоқ деген позицияны ұстанасың. Соны мұғалім оқушыға түсіндіріп беріп тұр. Енді ары қарай көрейік. Мән беретін болсақ, жалпы барлық мұғалім емес, көптеген мұғалімдер оқушы үнін тыңдайды. Қазіргі кезде әсіресе оқушыларға көптеген жағдайлар орнатылған. Мектептегі психолог, профориентациямен көмек, әртүрлі кеңестер, осы барлық жағдайлардың ішіне мұғалім де оқушымен жақсы қарым-қатынас орнату енгізілуі, соның арқасында қазіргі кезде көптеген мұғалімдер оқушы үнін естіп жүр. Ары қарай не жазыпты? Үлкен проблема болдырмау үшін қазіргі сәтте мұғалімдер оқушы үнін ести отырып, мәселені орында шешеді. Ол да оқушы үнін есту маңызын көрсетеді дейді. Осы жерге дейін негізінен мұғалім сабақ үстінде жұмыс жасап, оқушыларға кері байланыс берген. Ол анық көрініп тұр.
Енді қараңыздаршы, эссенің соңғы варианты, яғни соңғы нұсқасы дейді. Яғни мұғалім осы жерге дейін сыныпта жұмыс істеп, ары қарай соңғы нұсқасын жазуды үй тапсырмасына берген. Қазіргі мұғалім оқушы үнін тыңдап жүр ме? Ары қарай бастайық. Оқушы үні, оқушы өз ойын, ұнаған немесе ұнамаған жағдайларын түсінбеген, келіспеген мәселелерін еркін білдіру. Оқушы үні көмегімен мұғалім мен оқушының арасында түсініспеушілік, дұшпандық, ашулық азайып, жылы қарым-қатынас көбейеді. Мұғалім оқушы үнін естісе, онда ол оның жағдайын, мінезін, проблемасын жақсырақ түсініп, оны қолдап, онымен жақсы жұмыс істей алады. Қазіргі таңда әр мұғалім әртүрлі болса да, көптеген мұғалімдер оқушы үнін тыңдауға бейімделген бе? Иә, көптеген мұғалімдер оқушы үнін тыңдауға әлдеқайда бейімделген. Көбісі оқушыны тыңдай алады, онымен тіл табысып, әрі қарай сапалы жұмыс жасай алады. Кіріспе бөлім құрылымына қарай талдап көрейік. Негізі кіріспе бөлімнің құрылымын дұрыс жазып отырмыз. Бірінші, эссе тақырыбын түсінген туралы жазып тұр, яғни оқушы үні туралы. Осы тақырыпқа байланысты мәселе, қазіргі мұғалімдер оқушы үнін тыңдау мәселесі туралы айтты. Кіріспе бөлімнің мақсаты өзі таныстыру ғана, басқа мақсат жоқ кіріспе бөлімде. Айтты. Енді тезисі бар ма? Қараңыздар, мінекей. Иә, көптеген мұғалімдер оқушы үнін тыңдауға әлдеқайда бейімделген. Иә деп жауап беріпті. Бала позициясы иә, жоқ емес, иә. Көбісі оқушыны тыңдай алады, онымен тіл табысып, әрі қарай сапалы жұмыс жасай алады. Баланың тезисі негізі әлді. Иә деп қоя салса, ол әлсіз болатын еді. Бала нақты иә деген позициясын не арқылы дәлелделген жатқаны түсініксіз болар еді, жабық болар еді. Бала көбісі оқушы үнін тыңдай алады, онымен тіл табысып, әрі қарай сапалы жұмыс жасай алады деп нақты берген. Енді осы позицияны негізгі бөлімде талдай алды ма, жоқ па? Соған мән береміз. Өз уақытын аямай, өзгенің баласын аялай қараған мұғалім қазіргі таңда оқушы үнін тыңдап жүр. Қазіргі кезде оқушыға көптеген жағдайлар жасалған. Мектептегі психолог, профориентациялық көмек, кеңес берушілер. Осы жағдайлардың ішінде мұғалім оқушымен жақсы қарым-қатынас орнату керектігі енгізілген. Енді қараңыздар, тезисте, кіріспе бөлімдегі тезисте иә деген позицияны ұстаған. Қараңыздаршы, міне тура сол тезистен ауытқымай соған сәйкес пікір білдіріп, оқушы үнін тыңдап жүр деп айтты пікірі. Сосын сол оқушы үнін тыңдауға жақсы жағдайлар жасалғанын дәлелге келтірді. Бала тезисте, кіріспе бөлімдегі тезисті талдап жатыр. Негізгі бөлімде, кіріспе бөлімдегі тезис талданады. Міне талдап жатыр. Жақсы, жаман емес. 9-шы сыныптың оқушысы әріптестер және эссе құрылымын енді меңгеріп жатыр. Әрбір мұғалім оқушымен жақсы қарым-қатынас орнатуға тырысады. Баланың пікіріне мән беріңіздер. Тырысады. Мұғалім оқушымен бір ортақ келісімге келсе, ешқандай онымен ұрыс төбелес болмаса, оқушыға да жақсы, мұғалімге де ол плюсқа кетеді. Баланың сөзі ғой, баланың тілі. Бірақ оқушы мұғаліммен ортақ келісімге келмей, оған дөрекі сөйлеп, ата-анасын шақырып, мұғалімді бостан-бос кінә жапса, мұғалімге деген сөз ғой, мұғалімге бостан-бос кінә жапса, онда әрине келесі ретте мұғалім осы оқушы үнін тыңдағысы келмейді. Ең маңыздысы екі жақ бір-бірін тыңдай білу керек. Сіздер байқасаңыздар, бала өте жақсы жазып отыр. Қараңыздаршы, басында әрбір мұғалім оқушымен жақсы қарым-қатынас орнатуға тырысады деген. Жақсы қарым-қатынас орнатады деген жоқ, орнатуға тырысады деген. Енді оған келтірген дәлелдің екі түрі бар: аргумент, факт. Аргументпен дәлел келтіріп отыр. Қараңыздаршы, мінекей, сонда мұғалімге оқушы қандай қарым-қатынас жасаса, мұғалім де оқушыға сондай қарым-қатынас жасайды деп тұр. Көрдіңіздер ме? Мұғалімді сыйласа, мұғалім де оқушыны сыйлайды. Сонда тұжырымы тамаша шыққан абзацты қорытындылаушы сөйлемі. Ең маңыздысы екі жақ бірін-бірі тыңдай білу керек. Яғни бірін-бірі сыйлай білу керек. Осы абзацта балада және алдыңғы абзацында да, негізгі бөлімнің алдыңғы абзацында да, негізгі бөлім абзацының құрылымы тамаша сақталып тұр. Тезиске қатысты пікір бар, дәлел бар, анализ бар, абзацты қорытындылаушы сөйлем бар. Ары қарай көрейік.
оқушының жағдайы бірінші орында. Тамаша жазған бала. Өзінің кіріспе бөлімдегі тезисінде мұғалім оқушыны тыңдап жүр деді ғой. Мысалы, оқушының жағдайы бірінші орында болса, яғни тыңдағандығы ғой ол. Мысалы ретінде оқушыда белгілі бір мұғаліммен проблема туындады. Проблема директорге дейін жетсе, онда ол кімді ең біріншіден қолдайды? Әрине оқушыны. Оқушыда мұғалімнің пәнімен проблема болса, онда мұғалім ол оқушыға мән бермеген, тыңдамаған, жұмыс істемеген деп санайды. Байқасақ, мұғалімдер кінәсі бірінші орында. Осы сәтте байқағанымыз, ол оқушы үнін әрқашанда бірінші ретте естіп, оған қолдау және көмек көрсетіледі. Бұл өзінің мектебінен көріп жүрген жағдай ғой. Сонда оқушы осы жағдайды өзінің мектебінен көріп жүрген. Әйтпесе бұл мәліметті қайдан алады? Жалпы эсседе дәлелдің бір түрі ол өзінің өмірінен дәлел келтіру деген дәлелдің түрі бар. Бала өзінің өмірінен дәлел келтіріп, соны аргумент ретінде беріп отыр пікіріне. Міне тамаша. Негізі эсседе тың ойлар айту деген талап бар. Айтылып жүрген ойларды қайталай бермеу, тың ойлар айту. Мына жерде тың ой бала өзінің өмірінен көргенді айтып тұр, аргументке келтіріп. Негізгі бөлімдегі абзацтың құрылымы тамаша сақталған. Тезиске қатысты пікірі тезистен ауытқымаған, аргументті өмірден алған. Оған қараңыздаршы, мына жерде байқасақ, мұғалімдердің кінәсі бірінші орында. Бұл баланың анализі, интерпретациясы. Одан кейін осы сәтте байқағанымыз, ол оқушы үнін әрқашанда бірінші ретте естіп, оған қолдау және көмек көрсетіледі. Бұл абзацты қорытындылаушы сөйлем. Бала тамаша келе жатыр. Қай себептен қазіргі кезде мұғалімдер оқушы үнін соншама естуде? Қазіргі мұғалімдер оқушы үнін жай ғана тыңдап жүрген жоқ, соншама естуде дейді. Міне, тезисінен әлі ауытқыған жоқ, кіріспе бөлімдегі позициясынан әлі ауытқыған жоқ. Бұрынғы кезде оқушы үні мүлде естімей, ешқандай жағдайлар жасалмаған болатын. Ал соңғы 4-5 жылда көптеген мұғалімдердің квалификациясы жоғары, білімі көп, жас мұғалімдер көбеюде. Жас мұғалімдер жақсы көреді негіз балалар. Заңдар енгізіліп, бала құқығын одан да қатты қорғап, қазіргі кезде білікті, білімді, құзыретті мұғалімдер жұмыс істеп жүргеннің арқасында оқушылар мұғалімнен үлгі алып, олар сияқты қасиеттермен болуға тырысып жүр. Оқушылар да мұғалімдер ұната бастаған. Яғни оқушы үнін тыңдайтын мұғалімдер көбейген сайын, оқушы да мұғалімді ұнатып, соған ұқсағысы келе бастаған. Мұғалімдер шын мәнінде өзіне де оқушыға да проблема жасағысы келмейді. Соның арқасында олардың үнін естіп, ортақ келісімге келуге тырысады. Абзацты қорытындылаушы сөйлемі. Бала өте жақсы келе жатыр. Өте жақсы жазып келе жатыр. Қорытындылай келе, екі жақ бір-бірін естісе, онда ешқандай проблема туындамайды. Оқушы үні әрине маңызды, бірақ мұғалімнің үнін де ұмытпау керек. Бала дипломат, тамаша дипломат. Оқушы мұғалімді тыңдай білу керек, мұғалім оқушыны тыңдай білу керек. Эссе жазу өнері курсын оқыған осы мұғалімді мынадай тамаша жетістігімен құттықтаймын. Негізінен эссе жазу өнері курсын оқығаннан кейін мұғалімдер сол курста жазған эссені, үйренген эсселерін бірден оқушыларға апарып үйрете бастайды. Сол оқығаннан кейін бірден тәжірибеге енгізіп жіберген кезде тез қабылдайсың дейді. Сондай кері байланыстар беріп жатады әріптестер. Мына баланың, яғни 9-шы сыныптың оқушысының жазып отырған эссесі, мұғалім эссе құрылымын меңгертуді мақсат қойған. Ол мұғалімді мақсатына жетуімен құттықтаймын. Оқушы кіріспе бөлімінің құрылымын сақтап отыр. Тақырыпты түсінген туралы сөйлем, мәселе және тезис. Кіріспе бөлім мақсаты негізі таныстыру. Соның бәрімен оқушы тамаша таныстырып шыққан және тезисті дұрыс қоя білген. Негізгі бөлім тезисті, яғни кіріспе бөлімдегі тезисті талдайды, оқушы талдап отыр. Ешбір абзацтағы пікірлері тезистен, кіріспе бөлімдегі тезистегі позициясынан ауытқымаған. Оған дәлелдер келтірген, оған анализ жасаған, абзацты әрбір негізгі бөлімнің әрбір абзацын
түйіндеп, яғни қорытындылап беріп отыр. Осының бәрі сақталған. Сосын қорытынды бөлім, яғни негізгі бөлімде талданған ойды тұжырымдап беру. Қорытынды бөлімде де оқушы тұжырымдап беріп тұр. Негізгі бөлімде нені талдады? Негізгі бөлімде негізінен баланың айтқан ойының барлығы мұғалім оқушы үнін тыңдап жүр. Оқушы қандай болса, мұғалім де сондай болады. Анау екінші абзацында жазғаны, егер оқушы мұғалімге адал болса, мұғалім де оқушыға адал болады. Осы ойларды қорытынды бөлімде тұжырымдап беріп тұр. Оқушы үні әрине маңызды дейді. Өйткені ана үшінші абзацында жазып еді ғой, егер оқушы үні тыңдалып жүр, егер пәнімен проблема болса, бірінші оқушыны тыңдайды деген. Мына сол жердің тұжырымы. Оқушы үні әрине маңызды дейді. Бірақ мұғалімнің үнін де ұмытпау керек. Бірақ мұғалімнің үнін де ұмытпау керек деген ол екінші абзацтағы. Оқушы мұғалімді ешбір кінәсіз айыптаса деген ойлар айтты ғой, соның қорытындысы. Және төртінші абзацтың, негізгі бөлім төртінші абзацтың қорытындысы. Мұғалім өзіне проблема туғызғысы келмейді деген ойлар айтылған. Оқушы мұғалімді тыңдай білу керек, мұғалім оқушыны тыңдай білу керек деп тамаша шешімге келген, тұжырымды тамаша берген. Эссе жазу өнері курсын оқыған осы әріптеске көп рахмет. Академиядан алған біліміңіз өте жақсы қолданғансыз. Ал қалған әріптестер, сіздер де оқушыларыңыздан осындай нәтиже көргілеріңіз келсе, эссе жазу өнері курсына қатысыңыздар. Сіздер де осындай жақсы жетістіктерге жете беріңіздер. Келесі кездескенше сіздерге сәттілік тілеймін. Эссе жазу өнері курсында сіздерді күтемін.